Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, сіздермен бірге мен қазақпын манасы. Бүгінгі видеода біз қызанақты егуге дайындалдық. Қызанақ егуді бастап кеттік. Бүгін 11 наурыз. Сіздердің мені көріп жатқан видеоларым үшін алғыс білдіремін. Менің әр контентіме лайк басып жүрген менің подписчиктерім үлкен азамат болсын. Менің бастап жатқан бизнесім жақсы болса, Құдай қаласа сіздерге басқа да мәліметтер біліп бере аламын. Сіздер өздеріңіздің қалаған сүйікті істеріңізді істесеңіздер болады. Бірақ осы қызанақ бизнесі өте оңай бизнес. Жан-жақтағы басқа да нелер үшін ойларыңызды бөлмеңіздер. Сіздер осылай ящикке салып аласыздар. Құдай қаласа пысықтар алдағы уақытта Шымкент, Тараз, басқа да қалаларға барып базарларының осы қызанақ, қияр, дүмбілдің бағаларын біліп, басқа да жеміс-жидектердің бағаларын біліп беріп отырамын. Сіздер менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар алғыс білдіремін. Ал ендеше кеттік. Мен бұл егу түрін екі өркешті түйе деп атап кеттім. Өйткені екі өркештің ортасында помидор қызанақ болады, яғни қызанақ болады. Сол үшін бұл екі өркешті жақсылап жасау керек. Ал пысықтар ящикке салып болғаннан кейін ящик судың ішінде гумий бар. Гумийді үшеуін алып еріттім. Бұл қанша секунд тұрады десеңіздер, мен өзім 40-30 секундтай қойдым. Ары кетсе 50 секунд. Сосын бұны судан шығарып, сәл суын ағызасыздар. Сосын барып, мына екі өркештің орталарына жақсылап қара стаканнан шығарып, жақсылап тастайсыздар. Қара стаканнан шығару ол шарт. Қара стаканды жерлеріңізден алып тастасаңыздар өте жақсы. Қара стакан, басқа күлеңкілердің бәрі желгезген. Сосын барып, жерді сәл-сәл қазасыздар. Кейін барып, үйсіп екі жағын қысып, егіп қоясыздар. Пысықтар сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер болады. Каналға не үшін тіркелу керек екенін айттым. Сіздер диқан болсаңыздар, базарлардың бағасын білгілеріңіз келсеңіздер, каналға тіркеліп қойыңыздар. Осылай бетіне күлеңкі жауып, бетін тесіп қою шарт. Бетін тесіп қоймасаңыз болмайды. Бетін сіз тесіп қойыңыз, осылай помидор ауа жеп тұрсын. Кейін барып асықпай, сіздер жақта қатты суық келе жатса, мен өзім алдында суық болғандықтан дуга екінші күлеңкісін жауып болғаннан кейін, одан кейін барып отрасил жауып қойдым. Отрасил не үшін десеңіздер, пысықтар біздің алдымызда суық болды. Сол суықтан қорққаннан кейін екінші күлеңкісін сымын тығып жауып, оның үстіне отрасилын жауып қойдық. Біздің жеріміз өзі 20 соттық па, сондай учаскеміз үшін жерімізше. Енді Құдай қаласа дүмбіл мен қиярдың еккенін түсіретін боламын. Сіздер осы менің каналыма тіркеліп қойыңдар. Ал видеоны сау болыңдар.